Достар, қайырлы күн. Газель автокөлігі 409 мотордікі, яғни 4 катушкамен жабдықталған компьютер. Көлікте форсункіге шықпай қалған дейді, соны осындай микросхемасы кетіп қалған. Бұл бізде микросхема жауап беретін, форсункіге жауап беретін микросхема. Жаңасын ауыстырғанбыз, енді тексереміз. Микросхемасын немесе басқа заттарын ауыстырған кезде біз міндетті түрде тексереміз. Ол үшін зажигание қосамыз, қараймыз. Главный релейді ток бар, бензонасосқа доступ келді, диагностика уже міне кіріп бастады. Ендігі мәселе, колено балмен форсункілерге импульс келе ма, 4 форсункі және 2 катушка импульс келе ма көрейік. Зажигание қосамыз. Зажигание қостым, оборот бізде 1350. Көріп тұрғаныңыздай 4 форсункіге импульс шықты. Кішкене азайтайын. Оборот бізде 800 оборот күні. Форсунка бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші импульсқа шығып тұр. Оборот барлығын көріп тұр. Бәр нәрсе жасап тұр деген сөз. Осылай міне кішігірім ремонт жасаған болатынбыз. Газель 409 қозғалтқышқа арналған.